Құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер. Бүгін Қызылсуат ауылы жалпы білім беретін орта мектебін бітіріп, болашақтан болашаққа қанат қаққалы отырған, жүректері лүпіл қағып, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдер араласқан жас түлектер үшін ең бір қымбат, ең бір қимас, ең бір ұмытылмас күн. Дәл осы сәтте жаңа білім ошағының мектеп бітіруші түлектері жаңа өмірге қадам басқалы тұр. Олай болса, сыңғырлы соңғы қоңырау салтанатты мерекелерімізді ашық деп жариялаймыз. У нас сегодня день особенный. И радостно, и грустно нам слегка. Мы собрались торжественно сегодня на праздник последнего звонка. Алдарыңнан сан тарау жолдары тұр. Бәрі ертең азамат болғалы тұр. Үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып қолдайық бір. Биылғы түлектерді ортаға алып, құрметпен қол соғып бір қарсылайық. 9-шы сынып жетекшісі Мұрсалиева Мадина, Аманбай Темірлан, Асанова Салтанат, Қошақанова Жар, Байзакова Наргиз, Балташева Йолым, Беккали Жасмин, Ермекова Зарина, Кабзе Ризат, Қарақат Данияр, Мағау Адель, Мұрат Аяулым, Сарық Саягүлім, Сәрсенбекова Егөз, Мелеухорова Нурай. Под общий ропот ликования встречайте радостно сейчас. Выпускники 11 класса Алтынбек Нурбол, Марқабаева Жадра, Болекбаев Адель, Әріп Сымбат, Мырзабеков Қуандық, Ерсін Мерей, Жексенбаев Темірлан, Шүлімбекова Айгерім, Көпжасар Мадияр, Сағымбаева Яна, Қуанышев Темірлан, Мейрамбаева Фатима. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2021 жылғы 5 мамырындағы номер 203 бұйрығына сәйкес орта білім беру ұйымдарында 2020-21 оқу жылын ұйымдасқан түрде аяқтау мақсатында бұйырамын. Оқу жылын аяқтаудың мынандай мерзімдері бекітілсін. Бірінші, орта білім беру ұйымдарында оқу сабақтарының аяқталуы 2021 жылғы 25 мамыр. Екінші, 9-шы сынып білім алушыларының қорытынды бітіру емтихандары 2021 жылғы 28 мамыр 5 маусым аралығында. 11-шы сынып білім алушыларының мемлекеттік бітіру емтихандары 2021 жылғы 1-10 маусым аралығында. Білім сапасын арттыру және пандемия шектеу шаралары кезіндегі жіберілген білім оқулықтарын орнын толтыру мақсатында ата-аналардың және заңды өкілдерінің өтініші бойынша барлық ниет білдірген білім алушылар үшін оқытуды 2021 жылғы 19 маусымға дейін жалғастырылсын. Үшінші, соңғы қоңырауды өткізу екі форматта қарастырылсын. Бірінші, 9-11 сыныптарға 300 оқушыға дейін контингенті бар мектептерге салтанатты линейка. Шектеу шаралары ескеріліп, іс-шараларын тәрбиелік маңызы іске асыру мақсатында іс-шара ресми мектеп қабырғасында өткізілсін. Түрлі ойын-сауық орталықтарда өткізіп, мерекелік дастархандар жасауға рұқсат етілмесін. Екінші, сыныпта сынып сағаты түрінде өткізілсін. Төртінші, педагогикалық этика және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында мектеп әкімшілігіне және педагогтерге кез келген түрдегі сыйлықтар алуға қатаң тыйым салынсын. Бесінші, оқу жылын сәтті аяқтаған 1-ші, 4-ші, 5-ші, 8-ші, 10-ші сынып оқушылары келесі сыныпқа көшірілсін, жақсы және үздік оқығаны үшін сынып сағаттарында марапатталсын. 6-ші, жазғы демалысты ұйымдастыру мақсатында 1-ші, 4-ші сыныптарға мектеп алаңы ұйымдастырылсын. Осы бұйрықты орындалуы оқу тәрбие орынбасарына жүктелсін. Мектеп директоры Жағабаев Нұрсас Құрманғалиұлы. Армысыздар,
құрметті ата-аналар, әріптестер, мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Сіздерді шын жүректен бүгінгі мектеп бітірулеріңізбен түлектер құттықтаймын. Әр мектеп соңғы қоңырау бұл мектеп тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. Түлектер өздерінің 11 жыл білім алған алтын ұяларымен қоштасса, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкірттерімен қоштасады. Ал енді мына жерде біздің мектеп туралы айта кететін болсақ, биылғы оқу жылында құрметті ата-аналар, түлектер 223 оқушы, оның 43-і үздік оқушы деген атаққа ие болып жатыр. Одан кейін біздің мектепті бүгін 11 сыныпта 12 оқушы және 9 сыныпта 15 оқушы аяқтап отыр. Сіздердің баршаларыңыздың отбасыларыңа шаттық, қуаныш, ауылымыз көркейіп, мектебіміз жарқырап жайнай берсін демекпін. Келесі айта кететініміз, осы ауылда мен бірінші жыл биыл мектеп директор ретінде қызмет етудемін. Осы жағдайда әр істеліп жатқан дүние сіздердің, яғни ата-аналардың көмегісіз жүзеге аспайды. Әрқашан қасымыздан табылып жүрген ата-аналар бар біздің. Соларға бүгін алғысымды білдіргім келеді. Қызылсуат ауылы жалпы орта білім беретін мектеп. Атынан мектеп өміріне белсене араласып, өскелең ұрпақтың жолын ашып, болашақ жастарды тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін Бармакулов Бақытжан Асанович, сізге алғысымды білдіремін. Еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі істеріңізге табыс, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Мектеп директоры Нұртас Құрманғалиұлы Жағабаев. Дәл осындай аталмыш алғыс хатпен Назар Сапарбек Есімович. Аталмыш алғыс хатпен Шарипов Мұратбек Илубайұлы. Дәл осындай алғыс хат Жәкеева Айжан Жақсылықовнаға беріледі. Ошыңыз, оқуға барып түсіңіз, кемелденген маман боп, келіңіздер аман боп. Чудесный путь мы только начинаем, знания мы верно идем. Выпускников сегодня представляем, советов, наставления отвождем. Желаем в вузы поступить, конечно, больших успехов достигать во всем. А мы будем учиться безупречно и смело вам достойно подрастем. Come to an end. Say goodbye to each teacher and friend.
күні ғаламның. Ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңның түсінген сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген, сенің бағын өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы өмір жолын жалғадың, ізгі іс қой ұстаз тілін алғанын, мақтау алсан ұстаздардың алдында, ол өзінің орындалған арманын, ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып. Одан басқа жүрген кім бар жанды ғып, ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиеті бас иелік мәңгілік. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шындаған тәрбиемен талғамымды, өмірді маған сыйы деп білемін, өзіндей жанға шәкірт болғанымды. Жаныма сіңір есе тоқталмадың, алдымнан шықты бүгін қолым бұлғап, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым, ұстазым менің, қамқорым менің, баулыған асыл өнерге жүрегім дарқап, өзіңнің арман биікке шықсам егер де.
невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Это наше небо, наша родина. Во вселенной мы не посторонние. Мектебіміздің чемпиондарына шапалақ ұрып қойыңыздар. Бұл күн өте ерекшелі күн. Өйткені немеремнің алды Мерейжан осы Қызылсуат ауылының мектебін 1-ші сыныптан бастап, міне 11-ші сыныпты аяқтады. Білім болса, алдағы қойған мақсаттарыңа жетесіңдер деп ойлаймын. Сондықтан оқу керек. Омрестің. Құрметті қауым, бүгінгі соңғы қоңырау бәрілеріңізге құтты болсын. Мектеп ұжымына және ұстаздарға 11-ші сынып ата-аналардың атынан басымды иіп, үлкен алғысымды білдіремін. Жүрек тебірентерлік сәтке де келіп жеттік. 11 жыл бойы әр сабақ арасында естіп, біліп, достасқан әдемі қоңырау үні бітірушілер үшін соңғы рет соғылмақ. Соңғы қоңырау соғу салтанаты 1-ші А сынып оқушысы Серік Дінмұхамед пен 1-ші Б сынып оқушысы Мамедьяров Әмірге тапсырылады. Бұл соңғы қоңырау үні, балалықпен қоштасу, үлкен өмірге қауышу үні. Өмір баспалдағына шығарып салайық.